А? Үйленетін кезең келді ғой, үйлендірейік та енді. А? Жасөспірім кезең, үйленетін кезең. Үйленген кезде де қандай әйел алу керек екенін үйретті ме пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Қандай әйел ал деді? Красавица. Әйел төрт нәрсесіне қарап үйленіледі деді. Өзі әйелдің бойында төрт-ақ қасиет бар деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Байлығы болады деді, тегі болады деді, сымбаттылығы болады деді, және діндарлығы болады деді. Соның ішіндегі тегі жақсысын не істе деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Имандысын деп айтты дейді. Дұрыс айтады. Діндарын таңда деп айтты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Өміріңнің шырағы болады деп айтты дейді. Хадиша анамыз әйелдердің ішіндегі ең діндары еді? Ең діндар еді ғой. Ана жақтан көріп келген бүкіл азапты үйіне келген кезде сырт киіміңді ауыстырасың ғой бүйтіп. Кіре берсін сыртқа ауыстырасың ғой, шешіп кетесің ғой. Мына шешпей ақ қойсаң, бүкіл микрофон мынада тұр да. Сырт киіміңді шешесің ғой. Сол сияқты үйге кірген кезде Хадиша анамызды көрген кезде бар ғой, ана бүкіл уайымды сыртқа шешіп кетеді екен ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сондай әйелді ал деп жатыр. Келдің ба? Отыр, же тамағыңды. Неге осы сен үйден тамақ ішмейсің? Бір жерден тамақ жемейсің осы үшін. Деп айту мүмкін деп атқаным ғой енді. Айтпау да мүмкін, енді өздері қарайды ғой. Сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге үйретті, әйел алсаң да осындай әйел ал деді. Егер шынымен зерттесеңіз пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмірбаян, сіз жақсы әйел аласыз иншалла. Бірақ соқыр ғашықтық болмайды. Айтсаң да, бұл келін келмейді десең де, жоқ, мен ессіз ғашықпын деп, кейін мен что-то дұрыс болмай қалды екенбіз деп. Ондай болмайды деп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ақылмен жұмыс жаса. Әйел таңдайтын кезде ақылыңды іске қос дейді, нәпсіңді іске қоспа дейді. Көрдіңіз ба? Неге? Өйткені дүние жалған дейді, өткенше өмір дейді. Соның ішіндегі ең ұлы нығмет ізгі әйел дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Өмірің гүл болады ғой ары қарай.